Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Алмас Айтымов. Бүгінгі видео текст форматындағы нүкте координаттарын автокадқа салу жайлы болады. Тақырыпты бастамастан бұрын видеоны соңына дейін көріңіздер, арнаға тіркеліп, лайктарыңызды басыңыздар, ой пікірлеріңіз болса комментарийға жазып, аз да болсын қолдау көрсетіп жіберіңіздер. Қазақша контент көп болсын. Менде мындай текстовый форматтағы файл бар. Бұны ашып қарайтын болсам, нүктенің атауы, X координатасы, Y координатасы, отметкасы және де код жазылған. Оның бәрі үтір арқылы бөлінген. Осыны автокадқа саламыз. Ең бірінші әдіс ол бізде менюгео. Менюгео главный вкладкасын өтіп, мына жерде импорт точек деген батырмасы бар. Осы жерден открыть деймізде біздің жаңа текстовый форматымызды таңдаймыз. Мына жерде өте оңай. Жаңағы біздің координаттарымыз қалай бөлінген, қандай разделитель дейді, үтірмен разделитель бізде. Соның бәрін таңдап, высота тексті жазамыз. Высота тексті мысалға 0,1. Көптеген жағдайда 0,1 қолданылған дұрыс. Сонда точкаларымыз әдемі түсетін болады. Мына настройкаларды бәрін өзіңіз ақтарып қарасаңыз болады. Окей. Бұл тәсіл өте оңай, өте көп қолданылатын тәсіл. Келесі әдіс Excel арқылы. Бұнда біз жаңағы текстовый форматымызды осындан ашып аламыз. Столбецті белгілеп, текст постолбцан бөлеміз. Запятая, далее, окей. Енді координаттарымызды бір-біріне жабыстырамыз. Оны біз ең бірінші Y координатасы кетеді, екінші X координатасы кетеді, үшінші отметкасы кетеді. Формула арқылы жабыстырып алдық. Бұл формуланы түсіріп, осылай бәрін белгілеп, автокад чертежімізді ашып, нүкте батырмасын басып, мына командный строкаға вставить етеміз. Бұл жерде біздің нүктелеріміз ғана түсті. Менюгеодағыдай жаңағы точканың номері, отметкасы және де коды жеке слой болып түспейді. Бұл әдіс кейбір жағдайларда қолданылады, бұны бірақ білген дұрыс. Келесі үшінші әдіс ол біз автокад Akatlod немесе ROX программаларын қолдану арқылы болады. Ол программаларды қолданбас бұрын біздің жаңағы текстовый форматымызды көшіріп, басқа форматқа ауыстыруыңызды сұраймын. Тексті форматы болса, оның орнына CSV форматы болғанда, бұл программалар жақсы жұмыс істейді. Әсіресе Akatlod. Akatlodты ашамын. Бұл кішкентай ғана мини программа. Import data, жаңағы CSV-ні таңдаймын. CSV-ні таңдадымында ағылшынша бәрі. Комма дегенге қалдырамын галочканы, ол бізде үтірді белгілейді. Келесі далем басқанда, мына жерде каждый слойлар, соның настройкалары, и мына жерде points дегенді ашып, ол по умолчанию мына жерде 2D дегенде тұрады. Сол жерде 3D дегенге галочка қоямыз. Мына жерде бүкіл размерларын бәрін қойып шығуға болады. Келесі сохранить. Міне біз 254 точкамыздың барлығы жүктелді. Ешқандай ошибка болған жоқ. Жаба салам. Ол файл менде DXF файл ретінде түсетін болады. Бұны ашып қарайтын болсақ, міне жаңағы мынау текстіміз, мынау отметкасы және де мынау точканың нөмірі. Бұның бәрін жаңағы қалай отображение дейді ғой, соны түзейтінін жаңа настройкалардан қарап тауып аласыз. Ал екіншісі ол ROX программасы, ол да дәл осы сияқты, дәл сол сияқты, Akatlod сияқты тоже CSV формат таңдаймын, экспортты баса саламын. Тоже бұнда дәл сондай настройкалары бар. Оны
қарап көріп аласыздар. Бұл бірақ ашып қарасаңыз, жаңағы біздің кодтарымыз шықпай қалды CSV форматта. Бұл жерге тағы да жеке тоқталатын болсақ, ол кодты оқитындай болу үшін басқа PRN форматына ауыстыру керек. Жаңағы файлымызды Excel'де ашып алғаннан кейін, мына жерде XYZ, XY-дің ширинасын 16 қойып, код бар столбецке ширинасын 32 қойып, и мына жерде координаттардың бәрінен үтірденген 3 сан қою керек болады. И бәрін белгілегеннен кейін выравнивание по левому краю. Осыны қойып алып, сохранить как PRN дейміз. Форматирование раздел, текст, разделитель, пробел. PRN. Да, бұл PRN-ға сақтағаннан кейін обязательно жабу керек бұл Excel'де. Енді роксымызды қайтадан ашамыз, загрузить. PRN файлды таңдаймыз. Открыть. Экспорт. Тағы 2 тек жазып қойайын. Бұл экспортын жасалды. Чертежімді ашып қарайын. Міне мына жерде менде кодтары бар слой пайда болды. Бәрін отображениесін тоже настройкаларын жасап қарауға болады. Төртінші әдіс онлайн сервистерді қолдану арқылы жасауға болады. Ол үшін txf-workshop.com сайтына өтіп, оның ішінде конвертер деген вкладкаға кіріп, получить txf файл с координатами объектов из текстового файла дегенді басамыз. Кстати, бұл сайтта бізде экстра тулста орналасқан. Оны да жазып алсаңыз болады. Мына жерде біздер выберите файл дейді, сол керек файлымыз таңдаймыз. CSV или текстовый формат, бұл жерде ешқандай айырмашылық жоқ. Қайсысы келсе де соны таңдауға болады. Метры, бізде единица измерения. И мына жерде жаңағы бастапқыда айтқандай порядок. Номер, X, Y, Z и және код. Оны қолдан да жазуға болады мына жерден. Разделитель автоматически қоя берсе болады. Мына жерде жаңағы тексттардың размерларын, округлениясын жазып қойып көрсеңіз болады. И конвертировать деп баса саламыз. TXF файлымыз сразу жүктеп алады. Оны ашып қарайтын болсақ, қазір көреміз. И міне жаңағы точкамыз бөлек слой, номер бөлек слой, отметка және де код бәрі бөлек слойға түсіп тұр. Осы айтылған қадамдардың бәрі дұрыс жұмыс жасау үшін біздер региональный настройкамызды дұрыс қоюымыз керек. Ол үшін пусктың ішінде панель управления кіреміз. Оның ішінде изменение форматов даты, времени, числоға өтеміз. Ары қарай дополнительный параметрға кіреміз. Оның ішінде бірінші строка разделитель целой и дробной части деген жерге точка қоямыз. Количество дробных знаков 3 қоямыз. Так, одан кейін келесі разделитель элементов списка деген жерге үтірді қоямыз. Болды, осымен тамамдалады. Применить. Окей. Сонда бәрі дұрыс жұмыс жасайтын болады. Осы ақпаратпен бөлісе отырыңыздар, қолдау көрсетіп жүріңіздер, лайк, комментарийлеріңізді аямаңыздар, басқа да әлеуметтік желілеріме қосыла отырыңыздар.